Қазақтың қал жағдайы қалай қазір, қарайын көз жүгіртіп маңайға бүрі. Аллаға сансыз шүкір етпек түгіл, тәубаға келе алмай жүр ағайлар бір. Өзбектер өз жерінен пана таппай, Алматы Астананы маңайлап жүр. Қырғыздар әлі күнге қырық пышақ, қазақтың қамын қандай қам ойлап жүр. Ұйғырлар республика құрамыз деп, патшадан жер сұрауды тақ ойлап жүр. Сарорыс қара құтай сығанақтап, мұнайды ұрлап біттау әр айда бір. Ал біздің Алтай жақтан шыққан көлігім, Ақтауға 3-4 күнсіз бара алмай жүрім. Біз әлі қару ұстап көрген жоқпыз, ауғанда автоматпен бал ойнап жүрім. Итпенен Италияда шанайдаса, джиппенен дубайлықтар малайдап жүр. Я Алла нәсіп қылып осы күнді, біздің де атар таңды арайландыр. Арабтың ақшалары қалай болса, қазақтың кассаларына солай қалдыр, ей солай қалдыр, ары қарай сөйлейін тұрып құрысыннан, шабытымды қазақтар біліп тұрсынна. 2030 келіп қазақ елі әлемге жылы қарап күліп тұрсынна. Қытайдан да көп болып қазақ саны, келіңдер 10-15-тен туып тұрсынна. Автокөлік шығарып не бір түрлі, жапондар мен немістер мініп тұрсынна. Орыс өзбек арбасын атқа жегіп, біздің ғана мәшинені үміт қылсын. Италия, Испания мен Бразилияны Қазақстанның футболы қызықтырсын. Ағылшындар демалып Бурабайда, шведтер сыймай қалып тұрып тұрсын. Бұған дейін қазаққа қастық қылған дұшпандар тұқымымен құрып тұрсын. Ал қазағым тек қана шекарадан Меккеге бару үшін шығып тұрсын. Осы сөзді естіген таза қазақ мен үшін бір шабалақ ұрып тұрсын, ұрып тұрсын,